28 тамыз 1931 жылы Отырар ауданы Түркістан облысында дүниеге келген. Кеңестік мемлекет қайраткері, Қазақ КСР мәдениет министрі, тарихи ғылымдарының кандидаты. Өзбекәлі Жәнібеков ұлы даланың әр қиыр шетін аралап, талай тарихи орынға табаны тиіп, көптің көзі түсе бермейтін, жұрт бағасына жете қоймаған тың дүниелерді халықтың өзіне қайтарған, ұлттың болмысын өзіне қайта таныстырған тарихшы. Өзбекәлі Жәнібековтың шерлігі түрлі естеліктерге қарағанда бұрын тыйым салынған мерекені қалпына келтірген. 1988 жылдан бастап Қазақстан Наурыз мерекесін ресми түрде тойлаған. Екінші ерлігі репрессияға ұшыраған ақын жазушылар еңбегінің жарық көруіне себепші болған. Ең соңғысы халық әндері мен күйлерін жинап, орындаушыларын қолдап, ұлттық өнерді сақтап қалуға күш салған. Ол атақ абыройды қуған жоқ, кеңестік идеологияға қарамастан алаш зиялылардың ақталуына атсалысты. Елдің Наурыз мейрамымен қайта қауышына үлес қосты. Тайқазанды қайтарып, Қожа Ахмет Яссауи кесенесін қалпына келтіру жұмыстарына бастамашы болды. Музей ашты. Ана тілін дамыту бағдарламасы мемлекеттік тұжырымдамасын жасауға қатысты. Бұл суретте Дінмұхамед Қонаевтың Түркістанға сапары, жанында обкомның бірінші хатшысы Асанбай Асқаров және Өзбекәлі Жәнібеков. Өзбекәлі Жәнібеков мәдениет министріне келген бойда қазақтың сәулет ескерткіштеріне көп мән бере бастады. Оның тұсында 400-ге жуық археологиялық нысанды қалпына келтіру жұмыстары атқарылды. Соның ішінде Қожа Ахмет Яссауи кесенесі де бар. Басшымын деп кекірейген жоқ, балағын түріп жұмысшылармен бірге жұмыс істеген. Араға 54 жыл салып Тайқазан тарихи отанына қайта оралды. Оның бәрі Өзбекәлі Жәнібековтің жанқиярлық еңбегі. Өзбекәлі қазақ халқының көне музыкалық аспаптарын да зерттеді. Шертер, адырна, алтынай және тағы басқа фольклорлық өнер ансамбльдерін ұйымдастырды. Ол кеңес билігімен жиі сөзге келіп қала берді. Қиынсыз шешімдерді бұзудан қорықпады. Қызметтен айырылып қаламын деп сасқан жоқ. Бірде үкіметке қазақ жастарын мал шаруашылығына жаппай жіберу, ал қыздардан трактор бригадаларын құру ұсынысы енгізілді. Өзекең оған қарсы екенін ашық айтты. Жастарды өнер білімге баулуға жағдай жасады. Осы жолды өзінен жоғары тұрған басшылардан қарсы шығудан именбеді. Мен қазақ қыздарын ауыр техника мен ауыр жұмысқа жұмылдыруға қарсымын. Әлихан Бөкейхан атамыз айтпақшы, тірі тұрсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын.